Қыз бірдеңеге өкпелеп қалса, ұзақ есінде жүруі мүмкін. Ал ұл бала өкпелеп қалса, ол бір ойнағаннан кейін ұмытып кетуі мүмкін. Сондықтан қызды ренжітіп алмау, қыздың көңіліне қарау деген үлкен нәрсе. Әсіресе әкелерге айтарым. Сіз ер адамсыңдар ғой. Ертең дүниеге қыздарыңыз келсе, қызыңызды еркелетіңіз, қызыңызды құшақтаңыз. Қызыңыз сізге қысылмай келіп, әкешім деп мойныңызға асылатындай болсын. Қыз сізге келіп, сырын айтып, әке, мен осылай жасадым, дұрыс па? Әке, жаңа мындай қызық болды деп әңгімесін айталсын. Себебі әкесімен сырласқан қыз ертең қылықты келіншек болады. Ертең күйеуінің көңілін аулай алатындай, назары бар, қылығы бар келіншекке айналады. Ол кімнен шығады? Әкесіне емін еркін еркелейтін алған қыздан шығады.